Петропавл қаласы Қазақстанның ең әсем қалаларының бірі. Қазақша кеңінен қолданып жүрген атауы Қызылжар қаласы. Солтүстік Қазақстан облысындағы ең әдемі орталықтарының бірі. Қала статусы 1807 жылы берілген. Алайда қазіргі таңдағы Петропавл қаласының жер аумағы 221,6 км². Тұрғыны 2023 жылғы санақ бойынша 222 мың адам. Қазақстанның өзге де қалалармен салыстырғанда орыс ұлты басымырақ. Ұлттық құрамына келетін болсақ, бұл жерде орыстар 59% адамды құрайды, қазақтар 31,13% құрайды. Петропавл қаласындағы мешіттер өте әдемі көрнекті салынған. Видеодағы көріп жатқан мешіттеріңіз бұл Қызылжар облыстық орталық мешіті деп аталынады. Бұл 2001 жылы құрылысын басталып, 2005 жылы аяқталған және де 2005 жылдың 27 қарашасында бас мүфти Әбсаттар Қажы Делбісәлі және облыс әкімі Мансұровтың қатысуымен мешіт салтанатты түрде ашылды. Мешіт 3 қабаттан тұрады. Екінші қабатында ерлердің намаз оқитын залы, михраб және имамның құтпа оқитын мінбері орналасқан. Екінші қабаттың қабырғалары михраб айналасында П әрпі тәрізді формада және күмбездің үлкен-кіші шеңберлерінде қасиетті Құран аяттары жазылған. Күмбездің 12 терезесі бар. Құрметті достар, сіздер Петропавл қаласына келсеңіздер, міндетті түрде қаланың сыртқы жағында Green Park деген демалыс орталығына міндетті түрде келіңіздер. Ол жердегі табиғи ағаштар, сонымен қатар хайуанаттар әлеміне тап боласыздар. Барлық нәрселері табиғи болғандықтан өзіне ғашық етуі де сөзсіз. Бұл жердегі әртүрлі хайуанаттар әлемін көріп таң қаласыздар. Сонымен қатар көптеген адамдар қалада шаршаған кезінде осы жерге келіп отбасыларымен бірге демалады. Бейнетаспада көріп жатқандарыңыздай ағаштардың үстіне өрмеленіп шығатын осындай ойындар бар. Балдар барлығын көріп адреналин қозғап, барлығы жақсы эмоциямен жақсы демалып келеді. Мен өзім биіктіктен қатты қорыққаннан кейін мен бұған шығуға шын айтсам қорықтым. Түнгі қаланың ортасындағы парктерде өте керемет екен. Бұл орталықта парктерде әкімшілік орналасқан, сонымен қатар орыс және қазақтың бас ақындарының ескерткіштері орнатылған. Сау, саламатта болыңыздар.